Біз бәріміз ниндзя тасбақаларын жақсы көреміз, бірақ бәрі бірдей бұл керемет кейіпкерлерге бала кезімізден кімге қарыздар екенімізді білмейді. Жасыл мутанттардың жасаушыларымен танысыңыз, Кевин Исман мен Питер Лэрд. Тасбақа мутанттары алғаш рет 1984 жылы Mirage Studio шығарған комиксте пайда болды. Бұл идея Исманның кездейсоқ ми шабуылы кезінде салған әзіл-оспақ үлгісінен туындады. Жас суретшілердің өздері 80-ші жылдардың басындағы ең танымал 4 комиксті пародиялайтын бір шығарылым жасады және шығарды. Сорвиголова, Икс адамдар, радиоактивные люди, Ронин және Церебос. 87 жылы ниндзя тасбақалар анимациялық сериясында 84 жылы шыққан комикстерден айырмашылығы. Мұнда тасбақалар зұлымдықпен күресетін және пицца жейтін канализацияда өмір сүретін балалар кейіпкерлері ретінде ұсынылған. Анимациялық серияда оларда алғаш рет түрлі түсті маскалар бар, ал бұрын барлық таңғыштар қызыл болған. 90 жылы ниндзя тасбақалары атты алғашқы фильм шығады. Онда олардың шығу тарихы баяндалады. Радиоактивті колба Нью-Йорк кәрізіне түсіп құлайды. Кәрізде өмір сүретін тасбақалар сұйықтықтың мутагендік сәулеленуіне әсеріне ұшырайды және жасөспірім тасбақаларға айналады, және оларды басқа сплинтер мутант тауып өз қамқорлығына алады. Мұнда олардың басты жауы Шредер болды. $13,5 миллион шығынмен алымда шамамен $202 миллион құрады. Бірінші фильм сәтті болғаннан кейін 91 жылы екінші бөлімі шығады. Ниндзя тасбақалары екі құпия изумруд зельясы. Басты зұлым Шредердің аман қалғаны белгілі болды. Ал бұл жолы профессордың көмегімен ол тасбақаларды жеңуі керек. Мутанттарды жасау үшін мутагенді ойлап табады. Алайда фильмнің соңғы бөлігінде Шредер препаратты өзі ішіп Супер Шредерға айналады. Жылы фильмнің үшінші бөлігі де ұсынылды. Мұнда Эйприл бір жерде сатылымнан Сплинтерге ескі жапон таяқшасын сатып алды. Ол таяқша болса Эйприлді феодалды Жапонияға жібереді. Әрине оның артынан тасбақаларды ерді. Жылы жапондық өндірісін жалғыз фильм бейімделуі Супермен туралы аңыз ниндзя тасбақалары атты аниме шықты. Тасбақалар ежелгі рухты табады. Ол оларға қазір шайқас кезінде оларды супер ниндзя тасбақаларына айналдыратын ерекше күш береді. Тасбақалар біртұтас күшті тіршілік иесіне бірге алады. 1997 жылы ниндзя тасбақалары келесі мутация телехикаясы ұсынылды. Ол 87 жылы анимациялық сериясының жалғасы ретінде жарнамаланды. Алайда мұнда көптеген жаңа нәрселер пайда болды. Соның ішінде орталық антагонистер және зұлым айдаһар лорд басқаратын Кран деп аталатын адам тәрізді айдаһарлар армиясы бар. Жылы ниндзя тасбақалары танымал американдық телехикаяның 6-шы маусымында ғарыштағы құдіретті рейнджерлер сериалында байқалды.
2003 жылы 87 жылғы ниндзя тасбақалары бірінші қайта жүктелу шығарылды. Бұл түпнұсқа ниндзя тасбақасы комикстеріне дәлірек сәйкес келеді. Бұл әрекетке көп көңіл бөлді және комикстерден көптеген сюжеттік доғаларды бейімдейді. Мұндағы тасбақалардың шытырман оқиғасы қиял мен ғылыми фантастика элементтерін біріктіреді. Осылайша 2003 жылы анимациялық мультхикаяның аудиториясының мақсаты жасөспірімдер. Екі мың жетінші жылы толық метражды компьютерлік мультфильм «Ниндзя тасбақалары» шығарылды. Мультфильм тәуелсіз жұмыс болғанына қарамастан, онда 90-шы жылдардағы «Ниндзя тасбақалары» фильмдер сериясына бірнеше сілтемелер бар. Сондықтан ол «Ниндзя тасбақалары 3» фильмнің жалғасы болып табылады. Бұл оны 4-ші бөлікке айналдырады. Екі мың 2009 жылғы комикстерде ниндзя тасбақаларының алғашқы пайда болуының 25 жылдығына орай, 2003 жылғы телехикаялардағы тасбақалар 87 жылғы телехикаялардағы тасбақалармен және бірнеше қосалқы кейіпкерлермен кездеседі. Көптеген параллель ғаламдарды қамтитын шытырман оқиғалар. Бұл мультфильм сонымен қатар 2003 жылғы анимациялық серияның финалы болды. Екі мың 12 жылы 87 жылдағы түпнұсқа анимациялық сериясының параллель әлемде ресми түрде орын алатын ниндзя тасбақалардың 3-ші анимациялық сериясы ұсынылды. Бұл компьютерлік нұсқасы анименің көрнекі мүмкіндіктерімен және епкінмен сипатталады. Тасбақалар мен олардың жауларының күнделікті өмірін өзгертетін мутаген туралы. Екі мың 14 жылы фильм франшизасы қайта көрсетілді. Жаңа ниндзя тасбақалары фильмнің өзінің тәлімгер спринтердің тайымын бұзып, шынайы өмірді көру үшін бетіне шығуға шешім қабылдаған сүйкімді жасыл команданың тарихын қайталайды. Мұнда олар тасбақаларға Шредермен күресуге көмектесетін батыл журналист Эйприлді көрсетеді. Құны $125 миллион құрайтын картина 500 миллионға жуық ақша жинайды. Екі мың 15 жылы жартылай қанды кейіпкерлер өткенде жарды мультфильмі шығарылды. Онда тасбақалар уақытты аралап, бор дәуіріне түседі. Онда олар бұрынғы достық динозаврлармен және болашақтағы қауіпті келімсектермен кездеседі. Екі мың 16 жылы ниндзя тасбақалары 2 фильмі шықты. Сюжетке сәйкес көрнекті ғалым Бакстер Стокман ниндзя тасбақаларына қарсы тұруға қабілетті жаңа мутанттар жасау үшін Шредермен альянсқа кірді. Бұл Нью-Йоркке келімсектер басып кіруін қамтамасыз етеді. Алайда мутант ниндзя тасбақалар мен олардың досы Эйприл шайқассыз берілмек емес. Сол жылы теледидарда ниндзя тасбақалары жазғы қысқаметражды сериясы шықты.
2018 жылы ниндзя тасбақаларының эволюциясы туралы 4-ші анимациялық мультсериалы ұсынылды. Олар өздерінің су қоймасын иттері деп атайды. Олар жаңа қызықты шытырман оқиғаларға барады. Онда олар ниндзялардың мистикалық қабілеттерін пайдаланып, біртұтас бірлік ретінде берілісіп жұмыс істеуді үйренеді. жылы Бэтмен ниндзя тасбақаларына қарсы деген мультфильм шығады. Мультфильмде ниндзя тасбақалармен әйгілі супер қаһарман Бэтменнің бірігуге орын алады. Мұнда тасбақалар Готэм қаласына келеді. Онда Шреддер мутация күйімен Готэмді енгізу үшін өлтірушілер лигасымен және Джокермен серіктес екенін біледі. Әрине, Готэм Ситидің қорғаушысы да шетте қала алмайды. жылы 2018 жылғы анимациялық сериал негізінде жасалған ниндзя тасбақаларының толық метражды мультфильмі ұсынылды. Мұнда ағайынды тасбақалар үлкен қиындыққа тап болады. Олар әлемді қорқынышты бөтен жаратылыс Крэнктен құтқару үшін күресуі керек. Соңғы Ронин деп аталатын комикс шыққан кезде жанкүйерлер таң қалды. Ниндзя тасбақа әлемінде қазірдің өзінде қараңғы мультфильмдер мен комикстер болды, бірақ соңғы Ронин бұл ерекше оқиға. Оның атмосферасы қараңғылыққа толы, комиксті оқу қиын. Ол жай ғана үлкен қайғы мен ескі ниндзя тасбақаларына деген сағынышқа толы. Бүгінгі таңда жасыл ағайындылар пайда болған соңғы мультфильм. Ниндзя тасбақаларының жастық шағы мутантты жеңіліс. 4 ағайынды тасбақалар бүкіл өмірін әлемнен жасырған. Сыртқы әлемге шығып, қарапайым жасөспірімдер сияқты өмір сүруге тырысады. Сонымен қатар Нью-Йорк тұрғындары арасын батырлық әрекет жасау арқылы танылуға тырысады. Алайда олар Суперфлай басқаратын мутанттар армиясымен күресуге тура келетінін білмейді.